Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазақша десерт жент в шоколаде дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бисмилля деп бастаймыз. Ол үшін бізге қажет талқан. Талқанның үстіне сары майды құйып, оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Сапалы сгущенка алыңыздар. Сөйтіп басын біріктіреміз. Мен қант қоспадым, тым тәтті болып кетеді. Тым тәтті болған қаласаңыздар, қант қоссаңыздар болады. Басында осылай лопаткамен біріктіреміз, сонан соң қолымызбен біріктіріп, біркелкі формаға келтіреміз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар жанындағы. Қолыңызбен осылай өздеріңіздің қалаған формаларыңызға келтіріп жасасаңыздар болады. Мен осындай формада жасадым. Содан соң морозилникке 10 минутқа қойып қоямыз. Сол морозилникте тұрғанға дейін біз шоколадымызды ерітеміз. Мен ақ және қара шоколадты алдым. Үстіне сұйық май құйып, микроволновкада ерітіп аласыздар. Осындай болып шықты. Содан соң морозилникте тұрған жентімізді алып, шоколадқа малып, осылай зубочистканың көмегімен тарелкамызға жинап қоямыз. Тарелканың астына пергамент бумагасын төсегендеріңіз жөн. Мен төсемегендіктен шоколадтарым жабысып, алыну қиын болды. Міне осындай болып шықты. Оның үстіне кокос жаңқасын сеуіп, жарты сағатқа морозилникке салып қойдым. Міне осындай болып қатты.